Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай корона жасаудың жолын көрсететін боламын. Корона жасау өте оңай және өте әдемі болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, сіздерде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз сабақты бастайық. Бізге филиграннан 5 данасы керек. Ортасына біреуін және де екі шетіне 2-2-ден керек болады. Қазір мен 4 данасын коронаның екі шетіне дайындап жатырмын. Кристалл тастарымызды осылай клейлеп аламыз және де сырғада көрсеткендей клейді филигранға жағып тастарымызды клейлеп аламыз. Клейлеп жабыстырамыз. Сіздерге сабақ түсінікті болу үшін міндетті түрде сырға жасау сабағын көріңіздер. Бес дана филигранымыз дайындап алдық. Енді коронаның основасы керек болады бізге. Ортасына үлкен тасы бар филигранды қоямыз. Көз мөлшерімен туралап аламыз. Филигранның ұшындағы бөлігін осылай қайырып аламыз бізге ыңғайлы болу үшін. Тағы да бір қарап шығасыздар. Мінекей біз дәл ортасына қойдық. Енді бізге сым темір қажет болады. Проволока деп іздейсіздер. Осы сым темір арқылы біз коронаның негізгі теміріне байлап шығамыз. Жақсылап ораймыз. Өте мұқият болыңыздар. Сыммен орап жатқан кезде қисық болмасын, немесе оңға, немесе солға қозғалып кетпесін. Міндетті түрде ортасында болуы керек. Енді екінші филигранды осы жерге қойып орап шығамыз. Қатты жақын алмаңыздар. Бос болып қалмасын. Және де қатты күштеп тартатын болсаңыздар да сым темірлеріңіз үзіліп кетуі мүмкін. Сондықтан еппен жасағандарыңыз дұрыс.
Енді үшінші бөлігін осы жерге қойып сым темірмен орап шығамыз. Дәл осылай екінші бөлігінде, яғни оң жағын болған соң, сол жағын дәл осылай біркелкі етіп сым темірмен филигранды байланыстырып орап шығамыз. Енді бізге тамшы хрусталь қажет болады. Тамшы хрусталімізді шетінен бастап оң жағынан сол жағына дейін орап бекітеміз. Енді мына жерде мұқият болыңыздар. Проволоканы, сым темірімізді бірінші хрустальды салып бір ораймыз, және де бос күйінде тағы да бір ораймыз. Жақсы ма? Сол кезде мынау хрустальдарымыз жақсы бекітіледі. Ал егер бір ғана орап шығатын болсақ, сым темірді, онда бос болып қалуы мүмкін.
Мінекей бізде коронамыз дайын болды. Өз қалауларыңыз бойынша филигранды бері қарай мысалға сәл қисайтып тураласаңыздар болады. Мінекей сіздер де жасап көріңіздер. Өте әдемі шығады.